Ораза айттың бірінші күнінде көршілерді қонаққа үйге шақырдым. Даусыма мән бермеңіздер, сәл ауырып тұрмын. Бір күн бұрын дайындалып, блинчикеларды өз қолыммен пісірдім. Женттерді де өзім жасап шықтым. Дастарханға қоятындай фигураға келтіріп, осылай жасадым. Одан кейін қалған ауысқан бөлігін 2 пакетке салып, морозильникке салып қойдым. Ертесінен, яғни қонақ келетін күні осылай самсаны да өзім пісірдім. Одан бөлек қамыр илеп, ашытып, шелпектер мен бауырсақтарды да пісірдім. Ыстық тамаққа бешбармақ жасадық. Өзім ауырып тұрғандықтан бұның да дәмін көре алмадым. Тамақтан кейін алдын ала шайға дайындап қойған заттарымды дастарханға осылай жайғастырдым. Көршілерім алғыстарын айтып, барлығы дәмді болды деп жатыр. Айт мейрамы күні сіздер үйге қонақ шақырдыңыздар ма? Комментарийға бір ауыз жаза кетіңіздер. Мен сияқты көп қабатты үйде тұратын адамдар болса, көршілеріңізбен араласасыздар ма? Комментарийға жаза кетіңіздер. Көршілер балаларын ертіп келгендіктен енемнің бөлмесінде жүретін жол жоқ, осылай шашылып кеткен екен. Осы ойыншықтың барлығын енем жинастырды. Мен ауырып тұрғандықтан мына жердегі тамақтардың, жеміс салаттардың барлығын бетін жаптым да төсекке барып жатып ұйықтап қалдым. Мен ауырып тұрғандықтан кейбір заттарды столға қоймаппын. Осындай қызыл 2 арахис дәнін және хит болған тайский ананас, жеміс жидектерді турап қоюға ұмытып кетіппін. Қонақтар қайтқаннан кейінгі кухнямның жағдайы осындай болып тұр. Оның барлығын тазалап жууға менің жағдайым жетпеді, өте қатты ауырып қалдым. Сөйтіп барлық ыдысты ертесінен аз-аздан 3 бөлікке бөліп жудым. Ал енді көршілерімнің әкелген распаковкасын келесі видеома салатын болам.